Hayırlı күн достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі пісіретін тағамымыз, яғни жаңа жылға новый рецепт, жаңа рецепт капуста пісіру бүтіндей. Оны жасау барысында ары қарай көрсететін боламын барлығын. Видеоны жібермей көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, оған керегі мына жерде 450 грамм фарш, 10 шақты картошка, 1 штук жуа, 3 тұз чеснок, 1 жұмыртқа, 100 грамм күріш, 1 шай кесегінің күріш, яғни сосын тұз, паприка, қарабіріш, капуста үлкендеу, сосын пергамент деген қағаз, бұны сулайсыздар, сосын пальга керек болатын болады. Осын бәрін қазір жасау барысында көрсететін болам. Бұның әлі томатный соусы бар, оны бөлек көрсетемін. Күтіңіздер. Мінекей капустаның осы жерін үйрегін, яғни кесіп жататындай алып тастаймыз. Осылай бүйтіп тұрған кезде қозғалмау керек. Ол міне жақсы тұрды. Сосын мына жерден крышкасын кесіп аламыз. Сындырмай аккуратно алу керек барлығын. Мінекей осылайынан. Енді мынаның ішін біз 4-5-леп былай кесіп алатын боламыз. Достар, мінекей капустаны алып болдық. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалыңдық болу керек, істен аса. Ішін бәрін алып тастадық. Оны ертеңгі тамақтарға, неге салатқа қоссаңыздар болады. Ішінің өзінен 1-2 келі капуста жатыр. Анау крышкасы, мінекей оған бұзбайсыздар. Ол да 1 сантиметрде қалың болу керек. Мінекей ішін бәрін тазалап аласыздар осылай. Енді біз фаршымызды дөңгелектеуге қоспаларын қосып кірісеміз. Мінекей майдаланып туралған жуан салдық. Енді үстіне бағанағы шай кесегінің жарты кесе дейін 100 граммдай күрішімізді саламыз. Тазалап суға жуып алдық. 1 қасық қарабіріш, 1 қасық тұз. Мінекей дайындап қойғанбыз біз. 2 қасық паприка тәтті. Соны қосамыз үшеуін. Енді жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, дөңгелектеп, капустамыздың ішіне салатын боламыз. Салу барысын артында көрсетеміз. Мінекей достар, дөңгелектеріміз дайын болды. Фарштан жасалған. Барлығын араластырып жасадық. Енді капустамыздың ішіне салатын боламыз. Мінекей біртіндеп аккуратно салып аламыз барлығын. Мінекей достар, соусына 300 ноктылайына езіп алдық. Емен үккіштен өткізіп, сосын 4 қасық томат саламыз, ас қасықпен. Мінекей 4 қасық томатымыз салдық. Енді 1 қасық шай қасықпен 1 қасық тұз, 1 қасық ролтын, бульон яғни. Ұнтағын саламыз. Мінекей осыған 200 граммдай су, 180 граммдай су қосамыз. Барлығын бірге араластыратын боламыз. Мінекей достар, жаңаға 100 грамм тағы да су дабап ететтік соусқа. Жартысын ішіне құямыз. Баны қойылау болғасын 100 грамм дабап ететтік. 300 граммдай су құясыздар. Мінекей
Oldu. Şimdi kalganın қазір картошкаларды айналасына бүйтіп қоямыз. Тапаның айналасына барлық 11 картошка екен, салып алдық. Сөйтіп бәрін үстінен өйстіп құйып шығарамыз картошкалардың. Айналдырып өтіп қалған соусты осылай құйып жібересіздер. Барлығына жетті. Неге көріп алыңыздар. Енді осыған бағана кескен крышкамыздың ішкі қабаттарын алып тастап жабыстыратын боламыз. Енді бұны бағана пергамент қағазымызбен жабатын боламыз. Мінекей достар, бір жағын жаптық. Енді екінші жағын осылай жабамыз, жету үшін. Пергаментіміз жету үшін осылай жабыстырып, ернеуіне әдемі тығып жібересіздер. Енді қалғанын пергамент жабатын боламыз дәл осылай. Достар, мінекей барлығы дайын болды. Енді біз 200 градус қысып тұрған газға пісіріп аламыз. Духовкаға өйткені сыймайды. Үлкен духовкаларыңыз болса пісіріп алсаңыздар болады. Біз енді газға 1 сағаттың көлемінде қойып аламыз. Піскесін дастархан басына барып ашқанын көрсететін боламыз. Мінекей достар, кереметтей капустамыз барлығы пісіп шықты. Бұл бір қаптыр фольгадан аштық. Томаттың қызылдығы сіңіп, қып-қызыл болып піскен картошкалар. Енді біз ыдысқа салып, қазір кесіп көрсететін боламыз. Мінекей кереметтей болып гүл ұқсатып кесіп жан-жағына ашатын боламыз. Қазір барлығын ашып, салқындатып дәм көретін боламыз. Достар, мінекей дайын болды. Барлығы кереметтей қып-қызыл, астында картошка, ортасында капуста. Мінекей фаршымыз әп-әдемі болып тұр. Өте керемет. Үй жағдайында өздеріңіз өстіп дайындасаңыздар болады. Достар, арнаға жазылып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.